Сәлем достар. Бүгін біз облыстық мамандандырылған жасөспірімдер және балалар спорт мектебіндеміз. Жылқы адамзат өркениетіндегі, әсіресе дала өркениетіндегі дамудың жарқын да елеулі көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Биыл 7-ші жыл істеп жатқаным осы аударыспақтан, теңгелуден, көкпардан сабақ беремін. Өзіңіз білетін, өзіңіз жақсы көретін бір ұлттық спорт түріне тоқтала кетсең. Көкпарды алатын болса, көкпарға 12 адам қатысады. Көкпар алаңының ұзындығы 200 метр, ені 80. Соны 4-4-тен 2 командадан шығып, жаңағы алмасып ойнайды. Ортадағы төреші, қапталдағы төрешілері теңгелуден алатын болсақ, теңгелудің ұзындығы 150 метр, соның 75 метр шейін атпен шауып барады да, 75 метрден бастап жаңағы теңге қояды, арақашықтығы 10 метрден. Сол 12, 15, 21 секундтың арасында жаңағы 5 теңгені іліп өту керек жаңағы спортшы. Енді осылай атбегілікке тоқтала кетсеңіздер, атты қалай ерттейсіздер, оны мысалға жүйрік аттар болады, оларды қалай қолға? Мына темірді ауыздық, мынаны жақтаушасы дейді. Мына мұрындық, мынау дөңгелек темірді суылт деп айтады. Мынау міне дізгін, міне атты бұрып отырады. Оңға, солға бұрып отырады. Қазір жүргендейім атты міне. Сағалдырып, атты байлағанда сыпырылып кетпес үшін оны сағалдырып тағатын. Үшін бірінші мына терлікті салады. Ең астына терлікті салады. Бұл ең бірінші теріс осыған сіңеді. Соны терлік деп айтады. Тоқым салады. Тоқым бұл жаңа киізден жасалады. Сыртын қаптайды. Атта ер батпас үшін осы тоқымды салады. Екінші. Ер мына алдыңғы қасы дейтін темірді. Мына артқы қасы, мына отыратын жер. Осы мына ердің міне екі қапталы болады. Мына қапталдығы мына атқа батпас үшін мына желдік салады. Бұнда киізден. Желдік. Осы мынау үзеңкісі. Мына үзеңкі темірден адам осыған басып мінеді, басып түседі. Сосын мынау таралғы дейтін таралғы. Бұл аттың адам үстінде отырғанда, өзінің тепе-теңдігін сақтап отырады. Осы үзеңгімен, таралғымен еріп саламыз. Мынау тартпа. Біреулер айыл дейді, біздер тартпа дейміз. Бұл тартпасын тартамыз. Біреу болады да, тақтыға бұлай аударылып кетпейді үшін. Екеуі болады ғой негізі. Bir taraftan tartып көрген болады. Атқа қатысқанына 5 ай болып қалды. Көкпар тартысу, сосын тартысуды, сосын аударысуды ағайлар үйретеді бізге. Ат ер қанаты демекші, біздің болашақ чемпиондарымыз менің артымда тізіліп тұр. Құрметті достар, осымен облыстық балалар және жасөспірімдер спорт мектебіндегі экскурсиямыз тамам. Сіздерге мол ақпарат бердік деген сенімдеміз.